Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаздың күні шөлді басатын өте дәмді салқын көженің рецептімен бөлісемін. Кейбір жерлерде ашытпады деп атайды, сондықтан видеоны өткізбей соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Таза ыдысқа 250 грамм бидай дәнін салдым. Арпа немесе жүгері дәндерін қолдансаңыздар болады. Осының үстіне салқын су құйып 3-4 рет тазарғанша жуып аласыздар. Міндетті түрде толықтай тазартып жуып алғандарыңыз дұрыс. Содан соң 4 литр үлкен кастрюлемізге су құйдым. Үстіне осы 250 грамм бидайымызды салып, тазартып жуып алып салдым. Және де газымызге қойып, газдың ең үлкен көзіне қойып, қаттырақ қоясыздар. Міне осылай болып тұрады. Содан соң 1 сағаттай қайнап пісіресіздер. Мендегі бұл бидай 1 сағатта осылай жарылып, толықтай пісіп шықты. Содан соң үстіне осылай 2 ас қасық тұз салдым. Егер кішкене ашылы болмағанын қаласаңыздар, 1 ас қасық салсаңыздар да болады. Суығаннан кейін осындай құрт жасайтын сүзбеге осы бидайдың өзінің суын қосасыздар. Бидай қайнағаннан кейін суы кішкене тартылады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай кастрюльдің жартысындай ғана тұр. Енді осы сүзбені жаңағы суды қосқаннан кейін вилканың көмегімен жақсылап езіп аламыз. Аз-аздан құйып суды езіп алыңыздар. Бірден көп құйсаңыздар, жаңағы бір келкі қою масса шықпай қалады. Вилканың көмегімен езіп алдым. Содан соң осы бидайдың үстінен құятын боламыз. Егер сіздерде сүзбе болмаса, тек қана айранның көмегімен жасай берсеңіздер болады. Сүзбені құйдым, содан соң айранды құятын боламын. Бұл жерде мен айранды 800 грамм қолдандым. Айранды да бір осылай араластырып жіберіңіздер. Содан соң жаңағы бидай көженің үстінен құясыздар. Егер өте қою болғанын қаласаңыздар, көбірек айранды қоссаңыздар болады. Немесе сүзбе көп болса, тек қана сүзбені қолдансаңыздар да болады. Тағы да үстінен кішкене айран қосып жібердім, қоюлау болу үшін. Тұзы кішкене аздау болып қапты. Содан соң тағы да үстіне тұз салдым. Осымен біздің бидай көжеміз дайын болды. Өте дәмді, жаздың күні шөлді басатын әрі тағам ретінде қолдансаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны лайк басып, комментарий бөлімде өз пікіріңізді қалдырып, және де каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.